Men hazır Harlem'de. Men hazır Harlem'de. Бұл менің бірінші рет осы жерде, осы районда, өте танымал район, Манхэттендағы. Мен қазір Мисс Элли деген әйелдің пәтеріне бара жатырмын. Сол әйел пәтерінде ол 93 жылдан бастап джаз перформанстар, концерттер өтеді. Ешқандай демалыссыз, ешқандай брейксіз, әрбір жексенбі сайын сағат 3-те өтеді. Бәрі тегін, тек қана сен charity, donation, типс ретінде қалдыра аласың ақшаңды. Бірақ тегін, ол тек қана 50 орын, сол соған қазір бара жатырмын. Негізі Харлем туралы адамдарда сондай фильмдерден кейін онша емес ойы қалыптасқан, яғни мына жерде гангстерлар, криминал өте қауіпті, бірақ Харлемнің әртүрлі нейборхудтар, райондар бар. Соның қауіпті да бар, бірақ көбісі қазір өте қауіпсіз. Және осы Харлем немен танымал? Ол ең бірінші өзінің мәдениет музыкасымен. Мына жерде рэп, соул, джаз қалыптасқан жас. Үшінші қабатта орналасқан пәтер оның. How can I say? I started right now. Sorry. I didn't know that. And he's my friend Juno from Japan. Saori. Saori. She's famous YouTube influencer in Japan. How many subscribers do you have? 400,000. Wow, it's crazy. Wow, eye camera. You can use it when your eye is tired. Wow. Thank you. Thank you. Не нужно заниматься, скажу сам поставить. All the children play in the water. Children play in the water. How many years ago did you start? When did you start? 5 years ago. 5 years ago. You just create video about travel. At first, I tried many kind of video like mukbang. Mukbang. Yeah. Or get ready with me. Yeah. And how many countries have you visited? 25. 24. Wow. I have never been to Kazakhstan. Yeah. Kazakhstan. We need to try. We need to try. Like I saw, like you're like a robot. Yeah. It's like robot style. Yeah. Wow, It's this my YouTube concept. It's interesting. I never seen like something like that. Can you show something like robot? Wow. It's real. Hey guys, to make video about Kazakhstan this summer, for example. This summer. Yes. And after I'll show you everything. We have huge apartment in Astana. We have separate room, separate like restroom for guests, and you can stay. Yeah. If you come, I'll show you. I'll help you to show like Kazakhstan, and you can create video. Yeah, I think it will be interesting for Japanese people too to know something about. I feel like most Japanese people didn't know about. Yeah, Yeah. it will be something interesting and new. Yeah.
Yeah, Astana is capital city, Kazakhstan. So you're living in capital. Yeah, I am city, and we can go to Almaty with my family. We can show you everything. Yeah, and you don't need to care about cost paying for. I'm trying to create my first video about New York. Қазір үйге келдім. Мынау біздің Roosevelt Island деген. Stop. I'm sorry. Yes. Кездесу, yeah. Excuse me? Excuse me? What do you want? Any problems or what? Осылай кездестік мына жерде Айлендта. Асқар ағылшын тілін үйреніп жатыр мына жерге келіп мектепке. Өзіңізше тырысып жүрміз, иә, Мен Нью-Йоркта. бірге мына жерде ағылшын тілін енді қазақ тілін Екі жақтан екі тіл. екі-үш тілді енді араласып. Да. Қазір қонаққа бара жатырмыз. Осы Айлендта біздің достарымыз бар, ол қырғыздар. Олардың достары Балтимордан келген. Балтиморда тұратын қазақтар келді. Сол олар бізді руфтопқа ма, үйге ма шақырды, соған бара жатыр қазір. Өте қызық күн болды. Бір-ақ күнде ғана осындай. Нью-Йорк. Біз қазір біздің достарымыздың үйіне бара жатырмыз. Олар біздің көршілер. Қазір, Батыр, сенен қолын дайындадың ба? Сыйлық, екінші қолында ойыншық. Айгерім, Құлпынай ханым. Бургерім. Жоқ, бұл емес, Құлпынай ана. Бургерім емес пе? Помидор. Ассалаумағалейкум, Памаду салам. Помидор, қамыл емені. Эй. Ешкім жоқ. Он сейчас решил возобновить наш. Негізі көп ойладым, осы влогты бастайын ба, бастамайын ба, қызық болады ма, менің уақытым жетеді ме осының бәрін монтаж істеуге, сосын түсіру. Бірақ қызық, бүгін осы екі жерге барып, бір жерге барып, екі инфлюенсерді кездестірдім. Біреу Жапоннан танымал travel блогер, екінші біздің танымал актер қазақтан. Сол мүмкін ол маған баста деп білмеймін еді.